Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, қоңырша белгісін баса кетіңіздер. Бүгін біз осындай творожный чизкейк жасайтын боламыз. Ал менімен бірге болыңыздар. Біз бірінші тараздың көмегімен қолданамыз. Барлық массамызды осылай өлшеп, барлығын бірдей қылып салып алатын боламыз. Ұнымызды салып, үстіне разрыхитель саламыз. Оның үстіне шекерімізді салып, жұмыртқа үй температурасындағы майымызды, жұмыртқамызды, бір жұмыртқа қаймағымызды салып, барлығын әдемі қамыр илейтін боламыз осы массалармен. Мен барлығын осылай істей саламын. Өте керемет шығады. Осылайынан жақсылап отырып, араластырып отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз песочный әдемі теста болып шығады. Осылай дайын болған қамырымызды қараңыздаршы, қолға әп-әдемі болып жұмыс жасауға ыңғайлы қамыр болып шығады. Холодильникке жібересіздер. Ал начинкамызды дайындайық. Творогымызды саламыз. Бұны да барлығын өлшеп салатын боламыз тараздың көмегімен. Үстінен қаймақ, шекер саламыз, қантымызды саламыз. Қаймағымыз любой 20% мынандай қаймақтар болады. Соны өлшеп сала берсеңіздер бола береді. Осылайына қаймағымызды, жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып, кукурузный крахмал саламыз. Жақсылап блендердің көмегімен осылайынан араластырып тұрып езіп алатын боламыз. Сұйық масса болып шығады бізде творожный массамыз. Осылайынан әп-әдемі қылып сұйық масса болады бізде. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай бір келкі масса шыққанша осылайынан езіп алатын боламыз. Описание бөліміне барлық мөлшерлерді қалдырғамын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Осылайынан сұйық массамызды бір келкі масса болғанша осылайынан араластырып алатын боламыз. Начинкамыз дайын болды. Қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Мен мына жерге қамырымның үстіне мак салып көрдім. Бірінші рет жасап жатырмын. Ерекше творожный пирог шықсын деп осылай мак қосып жасадым. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырша белгісін баса кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Осылай барлығын текстеп шығып, кішкене ұнның көмегімен бортиктерді жасап алатын боламыз. Начинкамыз дайын начинка, творожный начинкамызды осылайынан құйып, бір келкі етіп жасап алатын боламыз. Массамыздың бір келкі болу үшін жаңағы табамызды алып, көтеріп, осылайынан айналдырып отырып, бір текіз масса жасап алатын боламыз. 180 градуста дайын болған пирогымызды 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Ал бізде осындай сұлулық шықты. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.